Ұрпағың қайырлы болсын десең, мұны әңгімені тыңда. Күндердің күнінде Тикрит қаласының басшысы болған Нәжмеддин Аюби есімді кісі болыпты. Ол біраз уақыттан бері отбасын құрмай, күйген тіршілікпен айналысып жүре береді. Бір күні оның Асададдин есімді ағасы оған келіп: "Ей бауырым, неге отбасын құруының қамын жасамайсың? Жасың болса ұлғайып барады. Мен саған көрші ауылдағы патшаның қызын ұсынамын. Керек десең сол қызға барып құда түсейік." Басын шайқаған Нәжмеддин Аюби ағасына қарап: "Ол патшаның қызы мен ойлаған қыз емес, және ол мен үшін қайырлы бола алмайды. Сондықтан мен әзірге өзіме қайырлы қыз тапқанша отбасын құруға асықпаймын" дейді. Мұндай жауапқа таңдана қараған Асададдин інісіне: "Сенің ойыңда қайырлы қыз қандай сонда?" деп сұрайды. "Менің ойымда қыз қолымнан ұстап жәннатқа жетелейтін жар болса деймін. Бұған қоса мен жарымнан тәрбиелі, көркем мінезді ұрпақ сүйіп, сол ұрпақтан ертең мұсылмандарға Құдыс мешітін алып беретін әскер басшы шыққанын қалаймын" дейді. Мұндай жауапты күтпеген Асададдин інісіне қарап күрсініп: "Саған мұндай жар қайдан табылады екен?" деп келемеждейді. Ниетінен таймаған Нәжмеддин кімде-кім Аллах тағаладан шынайы, риясыз ықыласпен тілесе, Аллах оған береді деп орнынан тұрып кетіп қалады. Содан Нәжмеддин базарға өзінің ұстазына барады. Ұстазымен кездесіп біршама әңгіме құрады. Сол сәтте бір қыз келіп, араға түсіп ұстазбен сөйлесе кетеді. "Ұстаз, сіз айтқан кешегі жігіт көрікті әрі байлығы бар екен. Бірақ мен ол жігітке тұрмысқа шыға алмаймын" дейді. Сонда ұстазы таңданып: "Неге шыға алмайсың? Ол жігіттің несі ұнамады саған?" дейді. "Ол мен үшін қайырлы бола алмайды" дейді бойжеткен. "Сенің ойыңдағы қайырлы жігіт қандай сонда?" дейді ұстазы таңданып. "Ойымдағы жігіт менің қолымнан ұстап жәннатқа жетелесе деймін. Бұған қоса мен жолдасымнан тәрбиелі, көркем мінезді ұрпақ сүйіп, сол ұрпақтан ертең мұсылмандарға Құдыс мешітін алып беретін әскер басшысы шыққанын қалаймын" дейді бойжеткен. Мұны естіп тұрған Нәжмеддин дереу орнынан тұрып, жүгіріп ағасына барып: "Мен өзіме қайырлы болатын қыз таптым. Енді соған үйленуіме көмек бере көр" дейді. Ағасы жиған тергенін алып, інісі екеуі әлгі қыздың үйіне құда түсіп барады. Сөйтсе қыздың отбасы өте кедей, таршылық көп көрген адамдар болып шығады. Мұны естіген ағасы Нәжмеддинге: "Әлі де болса жақсылап ойлан, бұл кісілер тым кедей екен. Олардың отбасылық жағдайы біздің жағдайымызға сәйкес келмейді" дейді. Нәжмеддин табандылық танытып: "Мен ойымнан қайтпаймын, және осы қыз мен үшін қайырлы болады" дейді. Содан екеуі шаңырақ көтеріп, Тикрит қаласында ұлан асыр той болады. Нәжмеддин қондырған құсына дән риза болып, бірнеше жылдан кейін шаңырақта Салахаддин Аюби есімді ұл дүниеге келеді. Салахаддин Аюби ер жетіп, расымен де салиқалы ұрпаққа айналып, нәтижесінде мұсылмандарға Құдыс мешітін азат етіп беретін әскер басшысына айналады. Бүгінде Салахаддин Аюбидің есімі ислам тарихында алтынмен жазылады. Осылайша Нәжмеддин мен оның жары көрікті әрі мансап иесі болған тұлғалармен отбасын құрудан бас тартып, шынайы, риясыз ықыластың нәтижесінде көздеген ұрпақтарына қол жеткізген екен. Расында Салман әл-Фариси исламды қабылдаған ең алғашқы парсылық еді. Шайтан оттан жаралғаны белгілі. Ендеше ол тозақта отқа қалай жанады дейді. "Орнымнан тұрып тіке Мұхаммедке барып, оны өлтірер едім. Кенет судың бетіне үлкен кит келіп, пайғамбар алейхиссаламды жұтып қояды. Шын мәнінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кімге сенер сенбесін білмеген еді. Адамның сиыры өліп, мұңайып жатса, ол біз үшін қалай қайырлы болмақ деп долданады. Балам менің қолымнан қысып ұстап: "Әке, мен сізді қатты жақсы көремін" деді. Тілім байланып сөйлей алмай қалдым. Абу Лахаб Мұхаммедке пайғамбарлық келгенде діннің таралуына қарсы шыққандардың ең әуелгісі еді. Көшеде бір қолы толық кесілген кісі адамдарға: "Маған қарап ойланыңдар ей халқым, және ешкімге зұлымдық жасамаңдар" деп дауыстап жатады. Пайғамбардың жатқан денесін құшақтап, маңдайынан сүйіп: "Өмірде де, өлімде де нендей жақсы адам едіңіз" деп өксіп жылайды.